Баршаға сәлем, менің арнама қош келдіңіздер. Бүгін біз сіздермен осындай лағман дайындайтын боламыз. Ол үшін біз 2 жұмыртқаға 2 ас қасық сұйық май, дәміне қарай тұз салып, барлығын жақсылап араластырып аламыз. Араластырып алғаннан кейін 500 грамм су құямыз. Барлығын біркелкі болғанша араластырамыз. Енді 1 келі ұнымызға сұйық массамызды аз-аздан салып, қамыр илеп аламыз. Лағманның қамыры қатты болу керек, осындай қатты қамыр илеп аламыз. Дайын болған қамырды ортасына осылай жинап, тағы да жақсылап илеп шығамыз. Лағман қамыры піскен кезде езіліп кетпеу үшін осылай көп илеуіміз керек. Міне осылай илеп алдық, енді бұны бетін жауып 10-15 минутқа тындыруға жібереміз. Міне 15 минут тұрған қамырымызды аламыз. Енді қамырымызды осылай ортаға жинап, тағы да жақсылап илеп шығуымыз керек. Міне осылай илеп алдық, енді бұны ыдысымызға салып, тағы да 10-15 минутқа демалуға, яғни тындыруға жібереміз. Мен 10 минут тындырып алдым, енді қамырымызды тағы алып, тағы да осылай жақсылап илеп шығамыз. 3-ші рет илегенімді мен видеоны қысқартып көрсете салдым. Енді бұны тағы 10-15 минутқа тындыруға жібереміз. Оған дейін осындай ыдысымызға сұйық май құйып дайындап қоямыз. Міне тындырып қойған қамырымызды аламыз. Қамырымызды жаятын жерді жақсылап майлап аламыз. Енді қамырымызды қолымызбен аздап жайып шығамыз. Қамырдың бетіне май жағып аламыз. Тағы да аздап жайып аламыз. Осылай жайып біткенімізден кейін қамырымызды осылай бөліктерге бөліп аламыз.
Осылай бөліктерге бөліп алған қамырымызды енді домалақ қалыпқа келтіріп шығамыз. Міне сіздерге түсінікті болу үшін мен видеоны қысқартпастан көрсетіп жатырмын. Осылай барлығын домалақ қалыпқа келтіріп аламыз. Міне осылай барлық қамырымызды дайындап алдық. Енді бұны ұзын етіп жаюды бастаймыз. Яғни қамырымызды созып шығамыз. Қамырды тез созып алу үшін осылай қамырдың бір шетін ұстап, бір шетін жайып шығамыз. Созып алған қамырымызды сұйық май құйып дайындап қойған ыдысымызға осылай салып шығамыз. Міне созып алған бір қамырымызды салып алдық. Енді мен сіздерге тағы біреуін созып көрсетейін. Сіздерге түсінікті болу үшін көрсетіп жатырмын. Міне осылай қамырдың бір шетін ұстап тұрып, бір жағын тез-тез созып аламыз. Міне екінші қамырымызды да ыдысқа осылай салып шығамыз.
Салғаннан кейін ыдыстағы сұйық майымызды барлық жеріне тегізіп жағып аламыз. Үшіншісінде дәл солай созып аламыз қамырымызды. Бұл қамырды да ыдысымызға салып аламыз. Ыдыстағы сұйық май аздау болып қалса, тағы да сұйық май құйып жіберсеңіздер болады. Өйткені дайындап қойған қамырымыз бір-біріне жабысып қалуы мүмкін. Сол себепті сұйық майымызды көп құя бергеніміз жақсы болады. Міне қалған қамырымызды осылай үстіне салып шыға берсек болады, бірақ сұйық майымыз бетіне дейін шығып, көп болып тұру керек, болмаса жабысып қалады бір-біріне. Міне дайын болды. Енді бұны бетін жауып 10-15 минутқа немесе 5-10 минутқа тындыруға жібереміз. Міне қамырымыз 10 минут тұрды. Енді бұны дәл видеодағыдай осылай созып шығамыз. Қолымызбен осылай жеңіл созамыз, қатты созып жібермейміз. Міне көріп тұрғандарыңыздай жеңіл созып жатырмын. Мен лағманды осылай бір рет созып алдым. Сіздер жұқа лағман қаласаңыздар, тағы бір рет немесе 3 рет созып алсаңыздар болады. Ол өз қалауларыңызға қарай. Міне созып алдық. Енді қолымызға осылай аламыз қамырымызды. Міне осылай алып шығамыз қолымызға. Міне барлығын алдық. Енді осы видеодағыдай ұрып шығамыз қамырымызды. Қатты ұрмаймыз. Жеңіл ғана ұрып шығуымыз керек. Қамырымызды осылай ұрып жатқан кезде қамырымыз өзі созылып, жіңішкелене түседі. Енді қайнатып қойған суымызға саламыз. Салған кезде шанышқымен араларын жақсылап ашып шығуымыз керек. Болмаса қамырымыз бір-біріне жабысып қалуы мүмкін. Суымызға сұйық май құюдың қажеті жоқ, өйткені қамырдың өзі майлы, соның өзі жетеді. Не шанышқымен жақсылап араларын ашып шықтық. Енді осылай 1 минут немесе 1,5 минут қана қайнатамыз. Одан көп қайнаса қамырымыз езіліп кетуі мүмкін. Мен осылай пісіріп алдым. Не көріп тұрғандарыңыздай аралары ешқандай жабысқан емес, езілген емес. Сіздер де осылай дайындап көріңіздер. Мен сіздерге осылай біреуін ғана пісіріп көрсеттім. Қалғандарында дәл осы видеодағыдай пісіріп ала бересіздер. Бұл видеода тек лағман созуды үйреттім. Келесі видеоларда сорпасын дайындап шығаратын боламын. Мені қолдап лайк басып, арнама тіркеле кетіңіздер.